Ассалаумағалейкум. Кітап күнде оқу арнасының тұрақты оқырмандары қалайсыздар? Бүгінгі оқитын тақырып кіші пейілділік, кісілік белгісі. Кіші пейілділік дегеніміз жеке адамның айналасындағыларға қатысы жөнінен өзінің қандай да бір алабөтен артықшылығы немесе ерекше құқықтары бар деп санамауы, жұрт мойындаған тәртіпке өз еркімен бағынуы, өзінің жеке бастық керек жарағын сол қоғамдағы халықтың материалдық жағдайына сәйкес шектеуі, барлық адамға құрметпен қарап, өзінің ғана мүдделеріне қатысты бар жекелеген адамдардың ұсақ-түйек кемшіліктеріне төзімділік көрсетуі. Сонымен қатар өзінің және басқалардың жетістіктері мен кемшіліктеріне сын көзбен қарауы. Адам әлеуметтік тіршілік иесі. Осындай адамның басқалар алдындағы, қоғам алдындағы, табиғат алдындағы жауапкершілігі, міндет, парызы келіп шығады. Осыны сезіну оны кіші пейіл етеді. Ондай адам өзінің артықшылықтарына пәлендей мән беріп жатпайды. Өзінен өзі солай болуға тиісті нәрсе деп қарайды. Бұл сияқты адамдар көбінесе шынында да айтарлықтай артықшылықтары бар адамдар, өз еркімен қоғамға, адамзатқа қызмет істеуге бел буған кісілер болып келеді. Кіші пейілділік, қарапайымдылық адамның барлық іс-әрекетінен, қимыл қозғалысынан, өзін ұстауынан, мінез құлқынан, тәртібінен, сөзінен, ең ақыры киген киімінен де аңғартылып тұрады. Кіші пейілділік өте өзге адамдарды сыйлаудан, олармен қарым-қатынас жасаудағы қарапайымдылықтан, басқалардан ерекшеленуге әрекеттенбеуден, өзінің қызметін дабырлап марапаттаудан көрінеді. Ондай адамның сөзі ұстамды келеді, өзінің сезімін басқаларға білдіруге асықпайды. Қарым-қатынасында тұрақтылық басым болып, аумат-төкпелікке жол бермейді. Бірақ мұның бәрі қандай жағдайда да өз пікірін ашық айтуға кедергі келтірмейді. Өйткені ол өзіне де, өзгеге де жоғарғы талап қояды. Кіші пейіл адам адамгершілігі мол, мейірбан болады. Кісіге қарасуға қол ұшын беріп жәрдемдесуге әзір тұрады. Кіші пейілділік жай нәрсе емес, ол мінез, әлеуметтік мәртебе, көп қошемет тұтатын асыл қасиет болып табылады. Сол үшін де халық кіші пейілділік кішілік емес, кісілік деп оның мәнін өте дұрыс айтып жеткізген. Кіші пейілділік адамның тамаша қасиеті ретінде тарихта талай-талай әңгімелерге арқау болған. Ежелгі заманның әйгілі ойшылары, философтарының кіші пейілдігі жайындағы әсерлі тағылымды әңгімелерге қоса, олардың адамның бұл асыл қасиеті жөнінде айтқан терең мағыналы нақылдары сақталған. Оларға бұл қасиеттің жақұттай құлпырған сипаттары туралы айтылады. Қабутнамада Ануширион патшаның дана деп кімді айтамыз деген сұрағына оның өзің басқалардан кішік, қарапайым ұстаған кісіні деп жауап бергені айтылады. Шынында да кіші пейіл, қарапайым кісі өзіне қатты сөйлеп, дөрекілік көрсеткендерге де дүре қоя беріп, қақарын шашпайды. Зиянын көрген адамына да күш құдіреті жетіп тұрғанмен таптан тастауға құлықты болмайды. Ашуын ақылына жеңдіріп, байсалдылық көрсетеді. Лұқман хакімнің көрсетуінше қарапайымдылықтың мынандай 7 сипаты бар. Бірінші, ізгілікке құштарлық, айбатсыз елету, міндетсіз иба, дуалсыз қорған, кешірім сұраудан құтылу, періштедей тазалық, айыптан адалдық. Демек, ақ көңіл, қарапайым болу, ізгілік жасауға құштарлық, айбат көрсетпей-ақ елеулі болуға, міндет қылмай-ақ сыйлы болуға қол жеткізеді. Сіздің қарапайымдылығыңыз, сіздің қорғаныңыз, сізге ешкім тап бере алмайды. Сонымен қатар сіз өзіңіздің кіші пейілділігіңізбен, қарапайымдылығыңызбен еш нәрсені бүлдірмейсіз, ешкімге зиян келтірмейсіз. Соның арқылы
ешкімнен кешірім сұрамайсыз, себебі сізде айып жоқ, өйткені сіз періштедей пәк адамсыз. Егер қарапайымдылық жасанды болса, адамды басқалардан ерекшелеп назарды өзіне аударатын болса, онда мұндай қарапайымдылық менмендіктің алдамшы түрі болып шығады. Ондайда ұлы Абай назар аударып, жасанды кіші пейілділік жақсы қасиет емес десе, 18 ғасырда өмір сүрген итальян драматургы Карло Гальдони ақын ойын әрі қарай жалғастырғандай: жалған кіші пейілдік пе менмендік сияқты жиіркенішті, деп шегелей түседі. Кіші пейілдікке қарама қарсы ұнамсыз қылық менмендік. Оның басты белгісі өзін артық, басқаны кем санау. Соны үнемі сөзбен немесе іспен көрсетіп, байқатып, сездіріп қалуға тырысушылық. Менмендік қоғамдық құбылыс ретінде адамдар арасында жіктеліс, тоң-торыс, салқындық пайда қылады. Менмен адам кем-кетігін, кінәсін қаперіне алмай, өзін басқадан артық, жоғары санайды. Мақтауды ғана ұнатып, басқа сөзді естігісі келмейді. Ақыл кеңесті құлағына ілмейді. Сөйтіп, надандық батпағанына батады. Даналық менмендікті ақылсыздықтың, ақымақтың белгісі, көрінісі ретінде қарастырады. Құранда да жер бетінде кердеңдеп жүрме, әрине сен жерді тесіп жібере алмайсың, не болмаса зорайып өсіп, таулармен де теңесе алмайсың. Исра сүресі 37 аят делінген. Сондықтан біздің тәрбие жүйемізде кіші пейілділік пен қарапайымдылыққа адамдар арасында қарым-қатынас жарастылығының басты шарты өте ізгі, ең тамаша, қадір-қасиет ретінде маңызды орын берілуі керек. Басқасын былай қойғанда, бір ғана тілдесу кезіндегі кіші пейілдік пен қарапайымдылық адамдар қарым-қатынасында қаншалық сүйкімділік, сұлулық, ұнамдылық, тіпті көңілділік дарытады десеңші. Егер кіші пейіл сыпайы түрде тіл қатып, бірдеңені сұрап, не жауап қайтарудың орнына тасыраңдап, не ыңыранып, не шікірейіп сөйлесер болса, я болмаса жоқ болмайды деп қайтарып тастаса, ондай адамды қалай тәрбиелі, кемел келісті жан деуге болады? Ондайдан артық іске, оның өзіне де келер кесір аз болмайды. Осыны білетін, іскерлікке зор мән беріп, оның психологиясын терең зерттеген өркениетті елдерде адам боласын бойында бұл қасиеттерді қалыптастыруға зор мән береді. Мәселен, Жапонияда адамдар бір-бірімен сөйлескенде жоқ, білмеймін деген сияқты сөздерді қолданбауға тырысады екен. Олардың мәнін керісінше айтумен, яғни жағымды мағыналы сөздер арқылы білдіреді екен. Айталық, бір кесе шайдан кейін 2 кеседен бас тартқысы келгенде, жоқ, рахмет, болды деместен, қолындағы кесені маған әбден жақсы болды деп қайтаратын көрінеді. Сондай-ақ, танысы ұсыныс жасаған кісі оған ұсынысыңызды қабыл етпес бұрын әйеліммен кеңесейін десе, оны сіз әйелінсіз аттап баса алмайтын жазған екен деуге асықпаңыз. Бұл оның жоқ дегенді білдіруінің бір тәсілі. Егер сіздің ертең сағат 18-де маслихат клубына кездесейік деген ұсынысыңызға ол сағат 18-де дейсіз бе? Маслихат клубында ғой деп қайталап сұраса, онда ұсынысыңыздың оның көңілінен шықпағаны деп біліп, сізге қолайсыз болса, басқа жерде сөйлесейік деуіңіз керек. Жас өркен тәрбиесіне басқа түркі тілдес халықтар сияқты атамыз қазақ бөлекше мән беріп, ерекше көңіл аударған. Кіші пейілділікті, қарапайымдылықты, дәріппен менмендікті кеудем соқтықтық ылғи да мінеп, ондай абыройсыз әдеттен аулақ болуды өсиет еткен. Халқымыздың ұлық болсаң, кішік бол, болған адам болдым демес, болдым десе болғаны емес деу де, адам қанша болып толса да кемерінен асып төгілмеуі керектігін, кісілігі мен кішілігін, көпке деген ізеті мен инабатын үзбей тіршілік етуді істейтін айтқаны. Сондықтан халықтың бұл өнегесін
Үлкеніміз де, кішіміз де дәйім естен шығармай ұлттық тәрбие талаптарына сай өмір сүрулерге талаптануымыз керек. Бала үлкенге қарап өседі. Атаға қарап ұл өсер, анаға қарап қыз өсер дейді халқымыз. Анасын көр де қызын ал, табағын көр де асын іш деген мақалдың да мағынасы соған саяды. Сондықтан ата-аналар, үлкендер өздері үлгі көрсетпесе, кіші пейілділік, қарапайымдылық олардың кереметті жайындағы сөздердің әсері ойдағыдай болмайды. Бұл жөнінен үйдегі сөз бен іс және мектептегі сөз бен іс арасында шынайы сабақтастық, жалғастық болуға тиіс. Ұлағат сөздер. Кім өзін басқалардан зор санаса яки жүріс тұрысына басқаларды көзге ілмесе, қиямет күні Алла тағала оған жек көріп қарайды. 1001 хадистен. Қарапайымдылық моральдық сұлулықтың басты шарты. Толстой. Қарапайымдылық дегеніміз өзінің адамдық қадір қасиетін түсіну. Буаст. Қарапайымдылық ең тәуір нәрсе ғана емес, сонымен бірге ең ізгі нәрсе. Фонтане. Кіші пейілдіктің жетімсіздігі дегеніміз ақылдың жетімсіздігі. Поп. Көрер көзге бола жасалған қарапайымдылық барып тұрған екі жүзділік. Ларош Фуко. Жасанды кіші пейілдік жақсы қасиет емес. Абай. Өзін ерекше санамай, барлық адамдар сияқты болу ұлы бақыт. Пришвин. Жалған кіші пейілдік те менмендік сияқты жиіркенішті. Гальдони. Құрметті ардақты күнде кітап оқу арнасының оқырмандары, бүгінге тақырыбымыз аяқталды. Тәмам. Барлықтарыңыз кітап оқыңыздар, өсіңіздер, өніңіздер. Сапалы сөз, сапалы ойдан басталады. Сапалы сөз, саналы ұрпақ. Келесі кездескенше күн жақсы. Тек алға. Кітап оқыңыздар, өсіңіздер, өніңіздер.